өмірден ләззат алыңыздар. Бұл енді қас қағымда өтіп кететін қамшының сабындай ұзақтықта дүние ғой. Әр нәрсеге алаңдамай өзіңізді өзіңіз жеп қажеті жоқ. Енді мүмкін болса, әрине арасында қаржылық қиындықтар болады, жұмыссыз қалып қалатын кісілер бар, туыстары қатты ауруға салынып қатерлі ісікпен ауырып қалатын кісілер бар, немесе инсульт көтергеннен кейін мүгедек болып қалған кісілер бар. Соның өзінде де енді түсіну керек, ол сынақ өмір деген. Тамаша сөз бар, мына нейрохирургиялық операция қаншалықты қиын болса да, ол әрбір мезетте бітеді дейді. Сол сияқты өмірде бір бітпейтін дүние сияқты ғой. Бірақ барлығымыз бұл өмірге қонақпыз, және бұл қиындықтарымызда бір күні бітеді. Ол өмірдің заңы, сондықтан қас қағымда өтетін өмірде бір-бірімізбен сыйласып өтейік.